Сабақ оқу мен кітап оқуды қалай жоспарлаймын? Кеттік. Сіздермен жол болғыш Әлия. Бүгінгі тақырып осындай, және мен нақты 9 өзім қолданатын және сіздерге кеңес ретінде айта алатын сөздерді жазып қойдым. Бірінші бізде ол приоритет. Заттардың ішінде мен үшін ең маңызды ол бірінші орында әрине сабағым, екінші орында ол кітап оқу. Және басқа бір кино көру, TikTok, Instagram, достармен бір жаққа шығу, күнде істейтін іс-әрекеттердің ішінде ең маңызды бірінші орынға қоятын нәрсем ол кітап оқу сабақтан кейін. Екінші, күнімді жоспарлау. Яғни күніме нақты жоспар құру арқылы мен күнделікті кітап оқу деген осы бір, яғни іс-әрекетке нақты бір уақытты бөлем, сол бөлінген уақыт арасында кітап оқимын. Яғни менің күнімде бұл жай ғана абстрактты істеу керек іс емес, оның нақты орны бар. Үшінші, ол бос уақыттың бәрін кітап оқуға жұмсау. Негізі әрине менде кейде уақытым жоқ деген сөзді қолданамын, бірақ ондай сөзді қолданғанды негізі жаратпаймын, өйткені шыны керек уақыт бар, бірақ нақты сол іс-әрекетке емес. Мен ойымша, маған керек іс-әрекеттердің барлығына мен уақыт таба аламын. Егер мен уақыт таба алмайтын болсам, яғни ол іс-әрекет маған керек емес, немесе мен ол іс-әрекет мен үшін қаншалықты маңызды екенін түсініп тұрған жоқпын. Сол үшін кітап оқу мен үшін маңызды болғандықтан мен оған нақты уақыт бөлемін. Нақты уақыт бөлінгендіктен мен ол іс-әрекеттің мен үшін маңыздылығын түсінемін. Төртінші, кедергі келтіретін нәрселерді алып тастау. Яғни бүкіл отвлекающий фактор дейді, солардың барлығын алып тастау. Ол дегеніміз, егер мүмкіндік болса, желілерді кетіріп тастау, өзіңізге бір лимит қою, желілерді кетіре алмасаңыз, егер керек болса, мысалы шулы бөлмеде оқи алмайтын болсаңыз, сонда тыныш жерге барып оқу, өзіңізге ұнайтын кітаптарды оқу, бүкіл өзіңізге не үшін мен кітап оқымаймын деген сұраққа жауаптар бар ғой, сол жауаптарға контрмера деген сияқты, яғни қарама-қарсы бір іс-әрекеттерді табу керексіз. Егер шулы бөлмеде оқи алмайтын болсаңыз, тыныш бөлмені табыңыз. Егер кешке ұйықтап қалатын болсаңыз, кітап оқып жатқан кезде таңмен оқып көріңіз. Алтыншы, сабақ пен кітапты бірге алып жүру үшін көбінесе сабаққа байланысты немесе сабаққа өзінің пайдасын тигізетін кітаптарды таңдау. Яғни ол дегеніміз жоғары бағаға тапсырғым келеді экзаменді. Сондықтан мен мысалы қалай өзімнің есте сақтау қабілетімді жақсартуға болады, қалай өнімділігімді жақсартуға болады деген сұрақтарға жауап беретін кітаптарды оқысам, олар маған жай ғана кітап ретінде қызықты емес, олардың ішіне жазылған ақпаратты мен өмірде нақты сабақ оқуда қолданамын. 7. Мен үшін нақты демалыс, ол дегенім сабақ оқу дейін деп жатырмын. Демалыс мен үшін сабақ оқу емес, демалыс мен үшін кітап оқу. Мен негізі жазғы мысалы демалысты сол кітап оқу үшін күтемін. Өйткені бос уақытым көп, тек күні мен түні мен кітап оқуға болады. Түнімен керек емес, денсаулықтарыңызды сақтаңыздар. Яғни фанат болудың ешқандай қажеті жоқ. Егер денсаулығыңызға зиян келтіретін уақытта және зиян келтіретіндей бір әдіспен кітап оқитын болсаңыз, яғни білім алатын болсаңыз, менің ойымша ол ешқандай болашақта өміріңізге пайдасын тигізбейді. 8. Күнделікті норма деген сөз бар мен үшін. Яғни күнделікті норма мысалы әркімде әртүрлі. Ол сіз қанша уақыт бөле алатыныңызға байланысты және қаншалықты жылдам кітап оқи алатыныңызға байланысты. Жай ғана маған кітап оқу керек емес, күнде сіз білесіз. Мен мысалы тісімді жуу керекпін тамақханадан тұрғанда. Сол секілді мен бүгін 10 бет кітап оқу керек. 10 бет кітап оқығаннан кейін болды, боссыз деген сияқты. 9. және ол соңғы, қанша бет оқысаң да оқы. Бұны мен бір өте бала кезімде естіген негізі кеңестердің бірі, бірақ шынымен мен үшін ең пайдалы кеңестердің бірі. Сондықтан егер кітап оқуға ерініп тұрсаңыз, бірақ негізі кітап оқу сіз үшін қаншалықты маңызды екенін түсініп тұрсаңыз, онда 10 бет болсын оқуға тырысыңыз. Мүлдем оқымағаннан гөрі 10 бет оқысаңыз да ол жақсы. Осымен қорытындылай келе айтарым, нақты осы 9 кеңесті қолдансаңыздар, онда сабақ пен кітап оқуды бірге алып жүруге болады. Ол мүмкін, және ол тек қана сіздің қолыңызда. Егер кітап оқу сіздің өміріңізде приоритет болса, онда сабақ оқу мен кітап оқуды бірге алып жүруге болады. Бірақ әрине екеуі бір-біріне ешқандай кесір етмеу керек. Егер ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Комментарийға өз ойларыңызды және қалай тағы да басқаша сабақ оқу мен кітап оқуды бірге алып жүруге болады, егер идеяларыңыз болса жазып кетіңіздер. Назарларыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.